Сәлем достар, сәлем. Біз бүгін жаңадан кітап алдық. Елу ертегі. Мен кітапты оқып беретін боламын. Озвучать будет Алихан. Мен кітапты оқимын. Алихан мазмұндап береді. Алиханның мазмұндаған қалай болады? Сіз солай мазмұндайсыз ба? Немесе Алихан дұрыс мазмұндамады ма? Сіз баға бересіздер. Мен емес, тура сіз. Сіз комментарийға жаза кетесіздер. Мазмұны қалай болғанын. Алихан 8 жасар бала. 8-ге енді толады. 7 жасар жігіттің мазмұны қандай болғанын сіз баға беріп кетесіздер. Ал кеттік, жыл мезгілдері деген ертегісі бар екен, әжеде. Ал керемет кітап екен, ішінде 50 ертегісі бар. Ал мен ертегісін бірге оқимыз. Давай кеттік. Ертеде ешкі жүні бөртеде. Ақ жайықтың жағасында еліне елеулі, қалқына қалаулы бір домалақ ана өмір сүріпті. Сол анадан тараған 4 қызы бар екен. Олардың ауызы десе ауызы, күндей жарқыраған көзі бар екен. Дүниенің сұлулығын өздеріне тартқан сұлу қыздары болыпты. Анасы жақсы тәрбие беріпті. Үлкен қызының аты Көктем. Ол ақ жарқын, мінезі нәзік. Екінші қызы Жаз. Жарқырап, жайдарлы, әр уақытта күлімдеп, нұрын шашып жүреді. Үшінші қызы Күз. Басқа қыздарға қарағанда жылауық, жаңбырлы болады. Бірақ қолы ашық мырза екен. Ал кіші қызы Қыс. Басқа қыздарына қарағанда салқын, қаталдау, қыздары бой жетіп, саналы да салмақты қыз болып өсіпті. Осы қыздарын домалақ ана өздерінің құтты орындарына қондырыпты. Үлкен қызы Арыста 3 ұл туып, үшеуі де ел қорғаған батыр болыпты. Екінші қызы 3 қыз туып, үшеуі де адамзатқа жан жылуын сыйлай білетін мейірімді қыздар атаныпты. Үшінші қызы Жаздай жайдарлы 3 қызды дүниеге әкеліпті. Төртінші қызы берекесі мен ырысы мол, қолдары ашық келген қонақты қадір тұтатын қонақжай 3 қыз өсіріпті. Осы 4 қыздан өрбіген ұрпақтары елге, халыққа пайдасы тигізіп, ел аузында арттары аңызға айналыпты. Олар жылдың 4 мезгіл мен 12 айы екен. Не түсіндің? Ал мазмұны не жайында? Ешкі жүні бөртеде 4 қыз болыпты. Біреуінің аты Жаз, біреуінің аты Күз, біреуінің аты Көктем, біреуінің аты Қыс. Төртеуі сұлу болыпты. Жайнаған сұлу болыпты. Қыстың дені суық болыпты. Сәлін ау жатыр ма? Ұмыт қаптым. Мама, қаптым. Сен мазмұныңды алмадың ба? Мә, көрермендер не деп ойлайды енді? Баласы мазмұндай алмайды деп ойлайды ғой енді. Ал достар, кеттік, сіздердің мазмұндарыңыз қалай? Егер сіз бұдан да керемет мазмұндайтын болсаңыз, комментарийге міндетті түрде осы жігітке баға беріп кетіңіздер және өзіңізге қандай мазмұндау айта алатыныңызды жаза кетіңіздер.